Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге айранға жасалған блини жасап көрсетемін. Өте дәмді блинилар. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Маған керек заттар: 3 жұмыртқа жарып алдым, 50 грамм шекер, 150 грамм айран, жылы айран, 2 ас қасық сұйық май, 150 грамм қайнаған су, 5 грамм сода және електен өткізілген ұн керек. Жұмыртқамызды жақсылап айналдырып аламыз. 50 грамм шекерін салам. Айранымызды құямыз. Жақсылап араластырып, сұйық майымды құям. Оны да жақсылап араластырамыз. Содамызды саламыз. Содан салғаннан соң аздаған шамшым тұз салып дәміне. Енді ұнымызды жайдап салып араластыратын боламыз. Осындай араластырып, қоймалжың болып кетеді деп ойламаңыздар. Қазір ыстық қайнаған су құямыз, сол кезде сұйылады. Жақсылап өстіп араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға құйып, енді пісіре бастаймыз. Екінші бетін ауыстырамыз. Екінші бет осындай әдемі болады, табаға жабыспай. Табаға жабыспай, табаның өзін аударып түсіріп ала беруге болады. Осылай құйып тез-тез блинларымызды пісіріп аламыз. Блиніміз пісті. Айранға блини пісті. Өте әдемі жұмыс. Достар, жасап көріңіздер.